Заманауи автомобиль нарығы жеделдету мен қуат бойынша бір-бірінің рекордтардан үнемі асып түсіп, жоғары жылдамдықты автомобильдерге толы. Соңғы суперкарлар бірнеше секундта әсерлі жылдамдықты дамытып, 500 км/сағатына дейін жылдамдатады. Видеода біз қандай спорттық көліктер әлемдегі ең жылдам деп саналатынын және қазіргі жылдамдық рекорды қандай екенін айтамыз. 10-шы орын Mercedes-AMG One. Mercedes-Benz өзінің тарихындағы ең керемет автокөлікті ұсынды. Ол жалпыға ортақ жолдарға арналған Mercedes-AMG One атауын алды. Mercedes-AMG One көмегімен біз көлік құрастыру шегінен асып түстік. Жолда күнделікті қолдануға жарамды Формула 1-дің соңғы үлгідегі қуат тізбегін жасаудағы орасан зор техникалық қиындықтар бізді шекке итермеледі. Әзірлеу барысында мен жобаны жүзеге асыру мүмкін емес деп ойладым, деп Mercedes-AMG басқарма төрағасы Филипп Шимер айтқан. 2022 жылдың 1 маусымында бұл модельді ресми түрде әлемге көрсетті. 100 км/сағат шегін 2,9 секундта асады, ал 200 км/сағатқа дейін көлік 7 секундта жетеді. Оның қуаты 1063 ат күші, максималды жылдамдығы 355 км/сағат. Бастапқы құны $2,6 миллион. Бір қызығы, тіпті дөңгелектер мен шиналар Mercedes-AMG One үшін арнайы жасалған. Жалпы алғанда компания осы машиналардың 275 данасын шығарды. Тағы бір қызықты ерекшелігі, кабинада таныс артқы көрініс айнасы жоқ. Аэродинамикалық элементтерге байланысты ол арқылы бәрібір ештеңе көрінбейді екен. 9-шы орын Pagani Huayra Roadster. Pagani Huayra Roadster 2017 жылы жыл сайынғы Женева халықаралық автосалонында дебют жасады. Бұл автомобиль автоөндіруші үшін сапалы жаңа даму кезеңіне айналды. Әзірлеуге 2 жылдан астам уақыт кетті, ал компанияның негізін қалаушысының өзі бұл оның бүкіл мансабындағы ең қиын жұмыс екенін айтты. Pagani Huayra Roadster сәнді және есте қаларлық көрініске ие болды. Pagani Huayra Roadster 100 данада шығарылған, ресми көрмеден бұрын сатылып қойған нағыз суперкар. Оның дизайны, оның иесінің қоғамдағы сипаты мен мәртебесін керемет түрде көрсетеді. Өндіруші суперкардың жүрегі оның қозғалтқышы екенін жақсы біледі. Pagani Huayra Roadster 2 турбокомпрессоры бар үлкен 6 литрлік V12 бензин қозғалтқышымен жұмыс істейді. Үлкен орын ауыстыру, 4 таратқыш білік және жетілдірілген күшейту жүйесі инженерлерге 802 ат күшін шығаруға мүмкіндік берді. Максималды жылдамдығы 379 км/сағатына. 0-ден 100-ге дейін 2,8 секундта жетеді. Бастапқы құны $3,4 миллион құрайды. 8-ші орын Saleen S7 Twin Turbo. Saleen S7 Twin Turbo стандартты S7 нұсқасының жаңартылған нұсқасы болды. Twin Turbo нұсқасы кейінірек 2005 жылы әзірленіп $585 мың сатылды. Қозғалтқыш максималды қуатты 750 ат күшіне дейін арттыратын 2 Garrett турбокомпрессормен жаңартылды. 0-ден 100-ге дейін 2,8 секундта жетеді. Шектеулі шығарылым қолдан жасалған ең көрнекті және беделді американдық суперкар. Автокөліктің басты артықшылығы түзу жолдағы ең жылдам үдеуі. Дегенмен, мұндай көлікті жүргізу өте қиын. Максималды жылдамдығы сағатына 399 км. 7-ші орын McLaren F1. Жаңа үлгіні ұсынғанға дейін бұл суперкар 7 жыл бойы 1998 жылдан 2005 жылға дейін әлемдегі ең жылдам автокөлік атағын мақтанышпен ұстады. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 266 кг массасымен 6,1 литрге дейін ұлғайтылды, ал қуаты 627 ат күші болды. Қозғалтқыш бөлігі қақпағымен бірге алтынмен қапталған. Алтын компанияның көзқарасы бойынша ең жақсы жылу шағылыстыратын материалдардың бірі болып табылады. Сондай-ақ McLaren F1-дің рулі мен жүргізуші орындығы Гордон Мюррейдің технологиясының көмегімен салонның ортасында орналасқан. Ең жоғары жылдамдығы 390 км/сағатымен McLaren F1-ді 1998 жылы әлемдегі ең жылдам шығарылған көлік етті. Бұл көлікті 1999 жылы Илон Маск сатып алған. 0-ден 100-ге дейін 3,3 4 секундта жетеді.
Бастапқы құны 13,750 миллион доллар. 6-шы орын McLaren Speedtail. Тағы да бір McLaren көлігі. 2019 жылдың сонында британдықтар аты аңызға айналған жаңа көлікті жариялады. McLaren Speedtail өндіріс көлігінен гөрі болашақтың көлігіне ұқсайды. Жылдам, өте ұзартылған және жеңілдетілген силуэт. Барлығы аэродинамиканың әсерінен. McLaren Speedtail'дің ең жоғары жылдамдығы 403 км/сағатына және 0-ден 100-ге дейін жылдамдығын 3 секундта жылдамдата алады деп мәлімдейді. 2018 жылдың қарашасында McLaren Speedtail'дің 106 үлгісін жасауды жоспарлады. Жалпы қайтарымы 1070 ат күші. Бастапқы құны 2 миллион долларды құрайды. Бүгінгі таңда ең жылдам көліктер спорттық модельдер болып табылады және олар айтарлықтай қымбат. Бірақ олардың көмегімен біз заманауи технологиялар мен автомобиль өнеркәсібінің дамуын анық байқаймыз. Шығарылым қызықты болып шықты деген үміттемін. Екінші бөлімнен қалып қоймас үшін арнаға тіркеліп кетіңіз. Егер 1 минут ішінде әлемде қандай оқиғалар болып жатқан білгіңіз келсе, мына анықтаманы басып тамашалаңыз. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыз.